қорыту жүйесін іске қосады. Әсіресе өт қабындағы маңызды қақпақ сфинктерді босатады. Бұл қақпақ ашылмай қалса, ас дұрыс қорытылмайды, адам өзін ауыр сезінеді. Ал ыстық су осы процесті жеңілдетеді. Әуелде бір түрлі әсер етеді, бірақ кейін оң нәтижесін береді. Ағзадағы су жетіспесе, қан қоюланып, жүрекке салмақ түседі. Өт жолдары қысылып қалса, ас дұрыс қорытылмайды. Суық су ішкенде асқазан жиырылып, ас қорыту баяулайды. Қандай белгілерде ыстық су ішу пайдалы? Іш кебу, ас қорыту қиындауы. Бауырда ауырлық сезімі. Қан қысымының ойнауы, бас ауыру. Тағы бір маңыздысы, күйзеліс кезінде ас қорыту тоқтайды. Ыстық су диафрагмамен бұлшықеттерді босаңсытып, ағзаның табиғи жұмысын қалпына келтіреді. Қытай медицинасында жылы су жанның жылуы дейді. Бұл дәстүр мыңдаған жылдан бері қолданылып келеді.